Құлағыңыздың пішіні қандай? Психологиялық тест. Физиогномика деген не екенін білесіз бе? Бұл адамның сырт пішіне қарап, ішкі болмысын, мінезін тануға бағытталған ғылым. Бүгін адамның құлақ сырғалығына қарап, мінезін ажыратуды айтамыз. Ат пішініндегі сырғалық. Мұндай етті әрі үлкен құлақ сырғалығы иесінің харизмасы мықты екенінен хабар береді. Оның адамдарды өзіне баурап, тартып тұратын ерекше қасиеті бар. Айналасына шұғыла шашып, нұр құйып жүретіндей. Әсіресе қарама-қарсы өкілдер, жігіттер қыздар жігіттердің арасына жұлдызы жарық. Қашан көрсең күліп тұрады, үнемі фазилет күйде жүреді. Алайда олар осы қасиетімен басқалардың сезімін аяқ асты етуі мүмкін, ал мұндай қасиет кешірілмейді. В пішіні. Құлағы созылған пішінде болса, бұл адамның еркіндікке ұмтылысын көрсетеді. Олар тұрақты қарым-қатынастан қашады, сондықтан олардың айналасында бойдақ жігіттер мен қыздар көп. Отбасы құруға асықпайды. Ал жұмыста барлығына үлгеріп жүреді. Олар ерекше түйсікке және басқарушылық қасиетке ие болып келеді. Бұл қабілеттер өз кәсібін ашып, дүрілдетіп жүргізуге көмектеседі. Олар жалғыздық ұзаққа созылуы қиындық туғызатынын түсініп, болашағын ерте бастан ойлануы керек. С нұсқасындағы сырғалық пішіні. Егер құлақ сырғалығы ықшам ғана пішінде болса, бұл адамның адалдығы мен жауапкершілігі зор. Бұл әсіресе жігіт пен қыз арасындағы махаббатта көрініс табады. Олар өте тәрбиелі, арлы болып келеді. Бастықтардың көбі мұндай жұмысшыдан айырылып қалмау үшін қолынан келген бәрін істейді. Олардың адалдығында шек жоқ. Олар үшін қарым-қатынас бәрінің де маңызды. Бір ғана кемшілігі, олар өз дегенінен тұрып, соңына дейін күресе алмайды. Сондықтан егер ерік-жігерін жетілдіре түскені абзал. Д нұсқасындағы сырғалық. Бұл ортасы бөлінген ең сирек кездесетін сырғалық түрі. Мұндай адамды кездестірсеңіз, оның түйсігі ең мықты адам екенін күмән келтірмеңіз. Алтыншы сезімі арқылы барлығын алдын ала сезіп біліп, барлық қиындықтан құтылып шығады. Олар кейде ұшқалақ болып та кетеді. Кейде жай ғана тағдырға мойынсынып, ағыспен жүзе береді. Осылайда өмірде шыңға шығып, үйлесім таба алады. Кейде өздері ойламаған жерден өзгенің жанын жаралап та алады.